Баршаңызға сәлем достар, YouTube каналыма қош келдіңіздер. Мен сіздерге бүгін радиола Раушан гүлі туралы айтатын боламын. YouTube каналыма тіркеліп, лайк басып, астына пікір жазуды ұмытпаңыздар. Радиола роза бұл Европа мен Азияның суық таулы аймақтарында өсетін өсімдік. Оның тамыры адаптоген деп саналады, яғни олар денеге стресске бейімделуге көмектеседі. Радиола полярлық тамыр немесе алтын тамыр ретінде белгілі. Және оның ғылыми атауы радиола раушан гүлі. Оның тамырында 140-тан астам белсенді заттар бар. Олардың ішіндегі ең күштісі розавин және салидразит. Радиола роза ол стрессті азайтады. Радиола роза оның құрамында тері ісігіне төзімділігін арттыратын табиғи зат адаптоген бар. Радиола сондай-ақ созылмалы күйзеліс кезінде пайда болуы мүмкін күйіп қалу белгілеріне көмектеседі. Депрессияны емдей алады. Депрессия бұл эмоциялар мен мінез-құлыққа теріс әсер ететін ауру. Бұл мидағы химиялық заттар, нейротрансмиттер теңгерімсіз болған кезде пайда болады. Медицина мамандары осы химиялық теңгерімсіздіктерді жою үшін антидепрессанттарды жиі тағайындайды. Қант диабетіне көмектеседі. Қант диабеті ағзаның инсулин гормонын өндіруге жауап беру қабілеті төмен және қандағы қант деңгейі жоғары болған кезде пайда болатын ауру. Қант диабетімен ауыратын адамдар жиі инсулин инъекцияларын немесе инсулинге сезімталдықты арттыратын және қандағы қант деңгейін қалыпқа келтіретін препараттарды пайдаланады. Радиола раушан гүлі қатерлі ісікке қарсы әсері бар. Радиола роза салицилат оның күшті құрамдас бөлігі, оның ісікке қарсы қасиеттері үшін зерттелген. Пробиркалық зерттеулер оның қуық, тоқ ішек, сүт безі және бауыр ісік жасушаларының өсуін тежейтінін көрсетті. Радиола роза ағзаға энергия береді. Эритроциттердің санын көбейтеді. Нәтижесінде тіндер мен бұлшықеттердегі оттегі деңгейі жоғарылайды. Бұл физикалық төзімділікті айтарлықтай арттырады. Ол сондай-ақ бұлшықеттерді емдеу процесіне көмектесетін қабынуға қарсы қасиеттерге ие. Осылайша сіздің төзімділік деңгейіңізді арттыруға көмектесетін болады. Радиола сығындысы ол капсула немесе таблетка түрінде кеңінен қолжетімді. Ол шай түрінде де бар, бірақ көптеген адамдар таблетка түрін қалайды. Өйткені ол дозаны дұрыс белгілейді. Ол жұмсақ ынталандырушы әсерге ие болғандықтан радиола роза ашық асқазанға қабылдаған дұрыс, бірақ ұйықтар алдында емес.